Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі түс жоруымыз әйел кісі түсінде өзінің өлімін көрсе, нені білдіретіні жайлы болмақ. Ал ендеше бастайық. Егер жүкті әйел түсінде өзінің өлімін көрсе, ол әйелдің ұл босанып, ол ұлдың жақсы бала болатындығын білдіреді. Жүкті әйел өзінің табытта жатқандығын көрсе, ол бала дүниеге әкелетіндігінің белгісі. Ал жүкті әйел түсінде табыт көтеріп бара жатқанын көрсе, арам ақша пайдаланып қойғанын білдіреді. Алладан кешірім сұрап, тәубе еткеніңіз жөн болады. Тұрмыстағы әйел түсінде өзінің қайтыс болғанын көрсе, және жасыл киімде болса, жақсылықтың келетіндігін білдіреді. Егер тұрмыстағы әйел түсінде күйеуінің қайтыс болғанын көрсе, егер күйеуі алыс сапарда жүрген болса, жақында үйге оралатындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде өзінің өлімін көрсе, жақында бір жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ бұл түс ол қыздың тұрмысқа шығатындығын білдіруі мүмкін. Егер бойдақ қыз түсінде өзінің қайтыс болғанын көрсе, және айналасындағы адамдардың жылап жатқанын көрсе, ол қыздың өміріндегі қиыншылықтардың біткендігін білдіреді. Бойдақ қыз өзінің ақ матаға оранып өліп жатқандығын көрсе, жақсы бір жігітке тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде тұрмысқа шығып қайтыс болғандығын көрсе, ол қыздың Алладан алыстап кеткендігін білдіреді. Сол себепті де Алладан дұға сұраңыз. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.